Hello friends, сәлем достар. Бүгін сіздермен much, many, a lot of, lots of сөздерінің қалай, қайда, қандай жағдайда қолданылатыны жайлы өтетін боламыз. Бұлардың қазақша баламасы көп деген мағынаны береді. Саналмайтын зат есімдермен біз much сөзін қолданамыз. Мысалға, homework, үй жұмысы, water, су, sugar, қант, coffee, кофе. Саналмайтын зат есімдер деп жалпы қолға ұсталынбайтын, бір штук, екі штук деп саналмайтын зат есімдерді айтамыз. Саналмайтын зат есімдерде much сөзі қолданылады дедік. Енді бұл қандай сөйлемдерде қолданылады, соған назар аударайық. Бірінші сұраулы сөйлемдерде және болымсыз сөйлемдерде. Мысалға, do you have much homework? Сенде көп үй жұмысы бар ма? Do you want much sugar? Саған көп қант қажет пе? I don't have much water. Менде көп су жоқ. I don't have much money. Менде көп ақша жоқ. Енді келесі мысалдан тағы да осы much сөзінің қолдануын қарастырайық. I have much money. Жай сөйлемде much money деп айта алмаймыз. Яғни бұл сөйлеміміз көзге елестетуге мүмкін емес, көп мөлшерде ақша бар деген мағынаны береді. Яғни ондай жағдайда сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетеді. Ал егер де осы much money'дің орнына I have a lot of money, I have lots of money деп lots of сөздерін қолданатын болсақ, сөйлемнің мағынасы дұрыс келеді. I don't have much money. Do you have much money? Деп біз болымсыз сөйлемде және сұраулы сөйлемдерде much money'ді еш кедергісіз қолдана береміз. Ал жай сөйлемдерде much money қолданбаймыз. Оның орнына a lot of немесе lots of сөздерін қолданамыз. Келесі, саналатын зат есімдермен біз many сөзін қолданамыз. Мысалға, apples, алмалар, books, кітаптар, girls, қыздар. Яғни алма, бір алма, екі алма деп, бір қыз, екі қыз деп санай аламыз, Сонымен саналатын зат есімдерде many сөзі қолданылады дедік. Ол қандай сөйлемдерде қолданылады? Соған тоқталайық. Сұраулы сөйлемдерде, болымсыз сөйлемдерде және жай сөйлемдерде many сөзін қолданамыз. Мысалы, I have many apples. Менде көптеген алмалар бар. You don't have many books. Сенде көп кітаптар жоқ. There aren't many girls. Ол жерде көптеген қыздар жоқ. Яғни many сөзін сұраулы, болымсыз, жай сөйлемдерде еш кедергісіз, ешқандай ережеге бағынбай қолдана береміз. Ал much сөзін тек қана болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданамыз. Ал жай сөйлемдерде a lot of, lots of сөздерін қолданамыз. Сонымен бүгінгі сабақтағы much және many сөздерінің қалай қолданылуын сіздер өте жақсы түсінді деп ойлаймын. Түсінсеңіздер, мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар. Сәттілік тілеймін. Goodbye.